Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ жасайтын боламыз. Қазанға мұздай суды толтырып, жылқының етін, қазысын, қартасын салып, бетін жауып қоямыз. Етіміз бір қайнағанша қамырды илеп қоямыз. Қамырды илеу үшін тұзды сумен 2 жұмыртқаға илеп аламыз. Қамырды қаттылау қылып илеген дұрыс, сол кезде езілмей түсетін болады. Иленген қамырдың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін қамырдың июін қандыру үшін тағы бір илеп қойыңыз. Сол кезде жақсы жайылатын болады. Етіміз қайнап шықты. Бетіндегі көбігін алып, оттың астын басып, 2 сағат етімізді қайнатамыз. Сәбізді ертеден салып қойсаңыз, жұмсақ болып піседі. 1 дана пиязды сорпаның дәмі шықсын деп салдым. Сорпаның дәмін қайнағаннан кейін көріп, аз болса қалауыңызша салсаңыз болады. Менің етім тұздалған еді, сол себепті де 1,5 қасық жеткілікті. Еттің пісуіне 40 минуттай қалғанда картошкаңызды сала берсеңіз болады. Енді тұздық жасайтын боламыз. Тұздыққа қалауыңызша пияз, перец, бұрыш салсаңыз болады. Тұздыққа сорпаның майын құйып, газға 5 минутты қайнатып аламыз. Қамырға ұнды сеуіп, жұқалап қамырды жаямыз. Жайылған қамырды кесіп, холодильникке салып қоямыз.
Қамырдың піскенін жеп көреміз. Піскеннен кейін қазаннан сүзіп аламыз. Сүзілген қамырдың бетіне тұздықты құйып, оның үстіне қазыны, қартамызды, етімізді қойып, етімізді дайындаймыз. Осымен біздің бешбармағымыз дайын болды. Бешбармақтың дәмі енді керемет, сөз жоқ, өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бешбармақты жеп болғаннан кейін мен осылай сорпа бердім. Сорпаға кішкене ғана айран қатып жібердім. Дәмі ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.